сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы 2 сынып 65 сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз сөз және оның мағынасы. Сөз және оның мағынасымен жұмыс істеуді үйренесіңдер және мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып үйренетін боласыңдар. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқу. Шаңғыны қар үстінде жеңіл жүру үшін ойлап тапқан. Алғашында шаңғы қатты ағаштан жасалды. Арнайы шаңғы бөтелкелері 2 аяққа бекітіліп, қар үстінде сырғанады. Кейін сырғанауды жақсарту үшін тағы қос таяқ қосылды. Адамдар ұзын таяқтардың көмегімен бұрынғыдан жылдам жүйткіді. Араға жылдар салып, шаңғының көптеген түрі пайда болды. Олар спорттық, биіктен сырғанауға, трамплиннен секіруге арналған және су шаңғылары. Балдырған журналынан алынған мәтін екен балалар. Түсінбеген сөздеріңнің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап біліп алыңдар балалар. Келесі мәтін мазмұны бойынша берілген сұрақтарды жалғастырып көр. Бірінші, адамдар шаңғыны не үшін ойлап тапты? Екінші, алғашында шаңғы қандай болды? Үшінші, алғашқы шаңғы неден жасалды? Және шаңғының қандай түрлері бар деген сұрақ қойсақ болады балалар. Өздерің қалаған тағы да басқа да сұрақтарды құрастырып жазсаңдар болады. Келесі тапсырма, мына сөздер кестедегі қай топқа тиісті екенін тап және оларды дұрыс орналастыр дейді. Бізге берілген сөздер шаңғы, қар, жасалды, қатты, екі, таяқ, ағаш, қосылды, ұзын, қос және сырғанады. Бұл жерде бізге заттың аты, заттың сыны, заттың саны және қимылдық атау берілген екен. Бірінші, заттың аты. Шаңғы, қар, таяқ, ағаш сөздер жатады екен. Және заттың сынын білдіретін сөздерге қатты, ұзын, заттың санын білдіретін сөздерге екі, қос, қимылдық атау, жасалды, қосылды, сырғанады сөздері жатады екен балалар. Жалпы сөз дегеніміз заттың, сапаның, қимылдың, санның атауы екен. Ол сөздерге мысалы үй, ақын, тұнық, әдемі, оқы, түсін, 6, 10 сөздері жатады екен балалар. Екінші жаттығу, суретке қара және мына спортшы шаңғының қай түрімен шұғылданып жүр деп ойлайсың. Бұл жерде шаңғымен сырғанап тұр. Бұл фристайл деген спорттың түрі екен. Фристайл спортшы шаңғымен түрлі акробатикалық іс-әрекеттерді орындайтын спорт ойыны екен балалар. Келесі үшінші жаттығу, сурет бойынша әңгіме құрастыр. Және суреттегі балалардың көңіл күйінің өзгергеніне нені байқауға болады? Балалар мәтіннің атын футбол жанкүйерлері деп қойдық. Және балаларға есім береміз. Аңсар, Қанат, Жандос үшеуі жиналып бүгінгі футбол ойынын тамашалады. Қайрат пен Қыран командаларының ойыны қыза түсті. Ойын басынан бері Қайрат командасы алда келе жатыр. Және 3-0 есебімен Қайрат тобы жеңіске жетті. Балалар қатты қуанып бір-бірін құшақтап, қуаныштарында шегі жоқ. Міне балалар, осылай мәтінді құрастырсақ болады. Келесі 4-ші жаттығу, жаңылтпашты жадқа жаз дейді. Аяғым таяғыма дейді, таяғым аяғыма дейді. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Сөз мағынасы қай дыбыстың әсерінен өзгергенін айт дейді. Бұл жерде өзгеріске ұшырап тұрған сөздер аяқ, аяғым, таяқ, таяғым. Бұл жерде қ әріпі мен ы әріпі қосылған соң дауыссыз дыбыс пен дауыссыз дыбыс қосылып, бұл жерде дауыссыз дыбысқа айналып тұр. Сонда аяғым, таяғым болып өзгеріп тұр балалар. Балалар, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар.